Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай керемет, жұп-жұмсақ, сырты қытырлақ, нәп-нәзік меренга рулетін жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналдың аты оригинал рецепттер. Ендеше менімен бірге меренга рулетін жасаңыздар. Ол үшін бізге салқын белок және шым-шым тұз қажет. Белок міндетті түрде таза ыдысқа құйылуы керек және ешқандайда жұмыртқаның сары уызы, қанттың кішкене болса да мөлшері ақуызға түспеу керек. Ондай жағдайда ақуыз көтерілмейтін болады. Ақуызымыз бен шым-шым тұз кішкене көпіріп бастағанда қасықтың көмегімен құмшекерімізді жайлап сала отырып араластырамыз. Сол кезде қанттың еруі тез болады. Ағарғанша әбден араластырып, осылай венчиктен түсіп қалмайтындай қатты формаға келгенше араластырып дайындап аламыз. Одан кейін кукурузный крахмал мен қант ұнтағын тағы да қасықтың көмегімен салып араластырамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал болуы керек. Ол екеуін де асықпай сала отырып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің меренгамыздың тестасы, яғни қамыры дайын. Дайын болған меренгамыздың түрі осындай болады. Венчиктен түсіп қалмауы керек. Оны кондитерлік мешокқа салып, немесе қасықтың көмегімен де салып табамызға жайып алуымызға болады. Мен сырты ыңғайлы болу үшін, сырты әдемі болу үшін осы кондитерлік мешокты пайдаланамын. Ал ендеше табамызға орналастырайық. Табаңыздың қай көлемі, қай жағы сізге ыңғайлы, соны рулеттің ұзындығы етіп алуыңызға болады. Мен қысқа жағын аламын. Рулет ораған кезде биік, әрі пышный болып тұру үшін қысқа жағын ұзындығы етіп аламын. Кондитерлік қапшықпен меренгамызды құю міндетті емес. Ол өзіңіздің ыңғайыңызға қарай кез келген қасықпен, немесе лопатканың көмегімен жайып шықсаңыздар болады. Мен сыртқы келбеті әдемі болуы үшін әрдайым осылай кондитерлік қапшықты пайдаланамын. Сыртқы келбетін тағы да бір тегістеп шығу үшін кондитерлік күрекшенің көмегімен әрлі-берлі өтсеңіздер болады. Меренгалы рулетіміз дайын, пешке жіберетін боламыз. Меренгамыз қатты пісіп кетпеуі керек, кеуіп піскені жақсы. Сол кезде сыртқы келбеті қытырлақ болып тұрады. 90 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Енді рулетімізге крем жасаймыз. Ол үшін бізге
100 грамм сливки, 100 грамм творожный сыр, 50 грамм сахарная пудра жеткілікті. Осыны миксердің көмегімен айналдырамыз. Міне біздің рулетіміз дайын. Бетіне пергамент қағазын төсеп, оны теріс қаратып аударып аламыз. Енді рулетімізге дайындап қойған кремімізді қалауымызша жағып, кішкене бөлігін бетін әсемдеуге, сәндеуге алып қалуыңызға болады. Ортасына кез келген малина, құлпынай, өзіңіз қалаған жеміс жидектерді салып, әсемдеп, әдемілеп дайындасаңыз болады. Мен ортасының салмасына малинаны таңдадым. Өйткені малина мен кремнің дәмі өте керемет үйлеседі. Және сыртындағы қытырлақ крошкалары ерекше дәм береді. Енді ең соңынан қант ұнтағын сеуіп, әсемдесеңіздер болады. Сонымен біздің көптен күткен рулетіміз дайын. Өте жұп-жұмсақ, өте нәзік, дәмді және өте оңай жасалады. Барлығыңызға ас болсын, менімен бірге дайындауды ұмытпаңыздар, және де каналыма жазылып кетіңіздер. Лүпіл басып, қолдау білдірсеңіздер риза боламын. Дәмін көреміз. Қытырлап тұр. Вкуснятина.